Психосоматика бойынша әңгімелер 2000 жылдан бері жарияланып жатыр. Мына Калифорниядағы Оксфорд университеті, Гарвард университеттері рак ауруымен ауыратын адамдардың санасымен жұмыс істеп, емделуіне көп еңбек сіңірген. Сол зерттеу кезінде неге психосоматика оңтайлы қасиетін барлық адамдарға бермейді деген сұраққа 3 себебін айтты. Бірінші себеп, 30 жастан бастап мидың ақпараттық ресурсы дұрыс жұмыс істемейді екен. Сананы дамытпаса, бұрын алған білімдердің әсері жоғалады екен. Интеллект өзінің көшбасшылық қасиетін жоғалтады деген сөз. Интеллект сөз тілінде сөйлейді. Сонда ой қалыптасады. Демек, ой интеллект арқылы өтеді. Интеллект көшбасшылық қасиетін жоғалтса, көшбасшылықты дене алады. Денемізде қандай жұмыстар жасайды дене? Дененің өзінің жүйесі бар. Вегетативный ағзаның күйін басқаратын болады. Жаңа уақыт, талаптар өзгеруде. Ал дене өткен тәжірибе негізінде әрекет етеді. Жаңа өмірді тек қана біздің интеллект басқара алады. Дене емес. Дене өткен тәжірибесін сағыз сияқты шайнай береді. Демі құрып, ауру басады. Кәрілік келген кезде шаршаған дене бүгінгі күн талабына сәйкес келе алмағандықтан ақыры есі ауысып, алжып, аурудан өледі. Естеріңізде болсын. Сананы дамытсаңыздар, 30 жастан интеллект өз көшбасшылығын аяқтайды. Ойлау қабілетін, ой өрісі адамның интеллект арқылы өрлейді. Ал денеде өзінің механизм бар. Симпатикалық, парасимпатикалық. Яғни қалаймын, қаламаймын ғана бар. Ал орынды, орынсыз деп баға беретін интеллект. Қуантатын бір нәрсе. Психосоматиканы қосамын деген ниет болса, қай жасқа келсеңізде ол қосылады. Алланың бізге берген сыйы ол. Психосоматика іске қосылу үшін оқудан басқа рухани қасиеттеріңді дамыту маңызды. Әр кездескен адамдарды позитивті, ақылды деп қабылдап, сөзіне құлақ тұрып, адал болу керек. Павловтың шартты рефлексін қолдануды үйренуіңіз керек. Бұл шетел кемел тұлғалары көп қолданады. Бұл не деген? Біз қолдану үйрену үшін шартты рефлекс деген. Мысалы, лимон жеймін деп көз алдыларыңа елестесеңіздер, аузыларыңыздан сілекей жиналады. Сол сияқты аузыңнан сілекей ағып, мына ақиқатты білімді бойыңа сіңіру керек. Шартты рефлекс бізде құры әйелдердің өсегін тыңдағанда қолданылады. Қазақтардың әдеті өсекті тыңдағанда аузынан сілекей ағып, жаны кіреді. Ол қасиет сізге таныс. Енді сол қасиетті білім алғанда сондай құштарлықпен қабылдауға әдетке айландыру керек. Қолмен жазуды үйрену керек.